Қайырлы күн аналар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Ең әуелі маған подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып бала негізі бір жақты неге қарай береді, я? Бір жақты наклон деген бар бізде. Бұрын айтатын еді кривошея деп, я? Тек қана кривошея емес, привычный наклон деген бар. Мысалға айта кетейін. Бала мысалға көбінесе бір жаққа қарайды, мысалға оң жаққа қарайды, оң жаққа қарай береді. Себебі анасы тек бір жақты көтереді. Мысалға қараңыздар, оң жаққа қарайтын баланы сіздер оң жағына қарай былай аунатып, осы жағынан былай көтере бересіздер да, я? Сол кезде бала тек бір жақты былай қарай қарап қалады, осылай. Себебі сіз мынау бір жағына қарай қарата берген сайын, ол баланың мойны жұмсақ қой, әлі бұлшықеттері қатаймаған, ол солай қарай ыңғайланып қисайып кетеді. Ал егерде сіз екі жақты бірдей көтеретін болсаңыз, мысалға күнделікті көтерген кезде тек мына жағына қарай көтере бермеңіз да, оң жағына қарай, сол жағына қарай да көтеріңіз былай. Біз бұны көп істемейміз негізі, я? Көп байқамаймыз, өзіміз байқамай қаламыз. Автоматым бірден көбіне оң жаққа қарай кетеміз. Мен байқаймын, мысалға маған келген балаларда оң жақты кривошея көп болады. Оң жағында тонус көп болады. Себебі баланы бүйтіп тұрғызған кезде ол тырысады, тырысқан кезде сол оң жағына қарай кете береді. Сіз мына жағына қарай істемегеннен кейін ол бала тек бір жақты қисая береді. Тағы бір нәрсе, қараңыздар, я, баланы енді ұстаған кезде, я, біздер көбінесе әлі белі қатаймаған баланы біздер аламыз да, осылай еще тігінен көтереміз да, баланы осылай ұстап аламыз міне. Я? Как будто бала уже жаңағы денесін ұстай алады, уже денесі қатайған бала сияқты ұстаймыз. Негізі мүлдем бұлай ұстау дұрыс емес. Ұстасаңыздар, бұлай ұстайсыздар, я? Мен қаншама мәрте көрсетем уже, айтудан жалықпаймын, сіздерге үйретуден жалықпаймын. Баланы арқасы сіздің кеудеңізге қарау керек, мына аяғы ішке қарай тұру керек, я? Құйрығынан ұстамаймыз, егер бала отырмайтын болса өздігінен. Бала қай уақытта отырады, толыққанды өзі дайын болады, сол кезде барып құйрығынан тіреп, бұлай арқасынан бұлай ұстасаңыз болады. Уже кеудесін ұстай алатын кезде өздігінен, я, өздігінен құйрығын қойған кезде уже өзі отыра алатын болса, я, сонда барып біздер баланы ұстаймыз. Енді қараңыз, бала әлі мойны қатаймаған, кеудесі қатаймаған. Біз оны аламыз да, барамыз да, бұлай бүйтіп ұстап аламыз міне, бұлай. Я? Сол кезде бала не істейді? Бала әлі басын дұрыс ұстамайды, кеудесін дұрыс ұстамайды. Сіз мына жағыңызға ұстадыңыз ба, баланың басы былай қарай кете береді, міне, былай қарай қисайды. Ал егер мына жағыңызға ұстадыңыз ба, былай қарай кете береді басы. Міне. Мен өткенде бір көшеде бір апайды көрдім. Кетіп бара жатыр ғой солай. Мына баланы ұстап алған бүйтіп. Ол кісі ойлайды, мысалға, өзіме удобно, өзіме нормально, бала жыламайды, значит, нормально деп, я? Жоқ, аналар, естеріңізде болсын, ешқашан өзіңізге удобно нәрсені жасамаңыздар, я? Балаға қатысты келген кезде өздеріңізге удобно жағын қарастырмаңыздар. Балаға қалай удобно и балаға қандай зияны тимейді, сол жағын сіздер көбірек ойлану керексіздер. Сонда ғана барып балаңыз түп-түзу, дені сау, жаңағы омыртқалардың барлығы сау болып өседі. Солай қисайып бара жатқан кезде уже ана оны білмейді, я? Егер оны біреу көрсетпеген болса, көрмеген болса, ол ана қалай дұрыстау керектігін. Болмаса, жаңағыдай бүйтіп ұстай алмай жатсаңыздар, баланы былай қарай, былай ұстасаңыздар болады, я? Тигр на ветке деп аталады. Осы поза негізі ең әдемі поза болып саналады. Баланы негізі осылайдан ұстау керек. Бүгінгі ақпарат осы. Егер ақпарат пайдалы болған болса, басқа адамдарға, я, өздеріңіздің жақындарыңызға, туыстарыңызға осы видеоны жіберуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.